Көкпар жарыстарының саны артты. Әсіресе командалық көкпар бойынша бәсекелер жиі өткізіліп, сол арқылы ұлттық спортымыздың деңгейін көтеруге және насихатын күшейтуге жеті көңіл бөлініп жатыр. Сондай жарыстардың бірі Жамбыл облысында ұйымдастырылды. Ерекше форматтағы турнир жайында әріптесім Аслан Қаженов айтады. Еліміздің ең үздік көкпаршылары мерекеге жиналды. Жамбыл облысында республика күніне орай республикалық деңгейде ашық турнир өтіп жатыр. Ерекшелігі сол, командалық көкпар әдеттегідей облыс орталықтарында не ірі қалаларда емес, осы ауылда, яғни ауылдық елді мекенде, соның іргесіндегі ипподромда ұйымдастырылды. Бұл енді жергілікті халықтың көкпар бәсекесін өз көзімен көріп, одан бір ерекше әсер алуына және оның кеңінен насихаттауына түрткі болады. Екінші жағынан жергілікті жігіттерге өте керемет мүмкіндік. Өйткені бұған дейінгі жарыстарда әр аймақтан бір ғана команда, яғни 12 жылқы, 12 көкпаршы іріктелініп алып, солар ғана республикалық жарыстарға қатысатын. Ал бұнда қатысам деушілерге ешқандай шектеу жоқ. Мәселен, сол жергілікті меркінің өзінен 6 бірдей команда осы жарысқа араласқан. Ал қатысушы командалардың жалпы саны 13. Командалық көкпар жиі болған сайын ат та шығады, бала да шығады, балдар ашылады деген сияқты. Мысалы енді бізде жалпы биыл жақсы ойындар болды. Мысалға жылдың басында Дауылбаев турнирі болды, керемет өтті. Одан кейін жаңағы Ақбидай ауыл спорт ойындары өтті. Ол жерде де жаңағыдай ұлттық құрамаға кірмейтін басқа балдарға мүмкіндік берді. Ол жерден де біраз балдар мысалға көзге түсіп, ары қарай да келешекте жаңағы облыс құрамасына кіруге мүмкіндік алды. Одан кейін жаңағы чемпионат өтті. Былайша айтқан кезде 3 жарыс өтті дүбірлі. Ал енді әшейін кейбір жылдарда мысалға бір жарыспен шектелеміз, бір чемпионатпен. Нұрдәулет Момыновтың айтуынша, дәл осындай жарыстар, тасада қалған таланттар дейміз, көзге түспей жүрген, немесе белгілі бір себептермен құрамаға ілікпей жүрген жігіттерге өте керемет мүмкіндік. Сондықтан дәл осы жарыс өте тартысты өтіп жатыр. Екінші жағынан, ұлттық құрама сапында жүрген кәсіпқой көкпаршылар бар. Олар да дәл осы ашық турнирге арнайы келді және олар да барын салып, шеберліктерін көрсетіп, тәжірибесімен алмасып жатыр. Көшпенділер ойында алғашқы салым салған Ернат Мәлімбай, Ерсұлтан Әзімбаев, Асыл Елдос, жаңағы Ерғалым Жақсылық. Шымкент қаласынан да негізгі ойыншылар келіп отыр. Жаңағы Асылжан Мамыт болсын, Әзірет болсын, мықты ойыншылармен жасақталып келіп отыр. Командалық көкпар бойынша жарыстың өзі 2 күнге созылады, ал оның жалпы жүлде қоры 6 миллион теңгені құрайды. Дәл осы бәсекенің түпкі мақсаты клуб аралық жарысқа бірте-бірте ауысу. Яғни Қазақстан көкпар федерациясының президенті Айдарбек Қожаназаров жылдың басында Қазақстанда клуб аралық форматтағы жарыстар өтетінін айтқан болатын және республикалық жарыс, яғни негізгі жарыс осы клубтар арасындағы қарашаның ортасында Шымкентте болады деп жоспарланып отыр. Ал оған дейін дәл осындай бірнеше елді мекенде клубтар аралық форматта, яғни мына жерде қазір ауылдар аралық, аудандар аралық жарыс өтіп жатыр. Қатысам деушілерге ешқандай шектеу қойылмайды. Міне дәл осындай үлгідегі жарыстарды өткізіп, бірте-бірте клуб аралық үлкен республикалық деңгейдегі арнайы лигаға ауысу жоспарда бар. Сондықтан енді жарыстың басы-қасында жүрген жігіттерге тек қана сәттілік тілейміз. Ал біз күнделікті дәл осылай көкпар бәсекесінде болып жатқан соңғы жағдайлар және соңғы нәтижелер жайында 24 KZ арнасы арқылы ақпараттармен бөлісіп отырамыз. Аслан Қаженов, Жандос Битабаров, 24 KZ.